Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді табада піскен нанның жасалу жолын ұсынамын. Өте жұмсақ болып шығады, арасы толықтай піседі. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін нанды сізді жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, ашытқы, тұз, қант және қайнаған ыстық су. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа ыстық суды құямыз. Електен өткізілген ұннан 4-5 ас қасық саламыз. Менің каналымда басқа да нанның жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Жақсылап араластырамыз. Ашытқыны саламыз. Ашытқы балғын болса, қамыр жақсы көтеріледі. Сонан соң қантты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 5 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Ендігі кезекте тұзды саламыз. Тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнның барлығын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Силиконды лопаткамен немесе қасықпен араластырамыз. Бізде қолға жабысқақ, жұмсақ қамыр шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Дайын болған қамырдың бетін жауып, бөлме температурасына 1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей достар, қамырымыз жақсы көтерілді. Ұн пайдаланбаймыз, үстелдің үстіне қолымызға сұйық май жағамыз. Қамырды дөңгелектеп аламыз. Сонан соң табаға пергамент қағазын төсейміз, немесе сұйық май жағып аламыз. Қамырымызды табаға саламыз. Үстінен ақырындап басып, нанның формасын келтіреміз. Сонан соң бетіне сұйық май жағамыз. Келесі кезекте қамырдың бетін жабамыз, 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз тағы да көтерілетін болады. Қамырымыз дайын. Келесі кезекте табамызды ең жай отқа қоямыз. Қақпағын жабамыз. 25 минутқа қалдырамыз. 25 минутқа дейін қақпағын ашуға болмайды. Қамырымыз тағы да көтеріліп жатыр. 25 минуттан кейін қақпағын ашамыз. Келесі бетіне аударамыз. Пісіп жатқан нанның бетіне пергамент қағазын қоямын. Пергамент қағазының үстіне тегіс зат қойып, нанымызды аударамыз. Ақырындап нанымызды бүлдіріп алмай, пергамент қағазымен бірге табамызға саламыз. Барлығын осы видеода көрсетілгенде жасайтын болсаңыздар, наныңызда бүлінбейді, қолыңызда күймейді. Мінекей жұмсақ нанымыздың астыңғы бөлігі пісті. Қақпағын жабамыз, 20-25 минутқа қалдырамыз. Уақыты болғанша қақпағын ашпаймыз. 25 минуттан кейін қақпағын ашамыз. Мінекей нанымыз пісті. Толықтай суытамыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығатын табада пісетін нанымыз дайын. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай жасалады. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына 100% сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін нанды сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжолпан.